Баршаңызға сәлем, есімім Гүлнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қамыры өте оңай, ерекше дайындалатын сосиска в тесте жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын ашытып аламыз. Ол үшін бос ыдысымызға 1 стакан жылы сүтті, 1 стакан суды жылы және 1 ас қасық қант, тұз және ашытқыны салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстінен 3 ас қасық майонез және 1 дана жұмыртқа және 50 грамм сармайды салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Осылайша араластырып алдық, ал енді үстінен керегінше ұнды салып, жақсылап жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Қамырымызды илегенде қатты болмауы керек, сонда ашытылған қамырымыз өте жұмсақ болып, әдемі болып көтеріледі. Міне осылайша илеп алған қамырымыз дайын болды. Ал енді оның үстінен 1 ас қасық күнбағыс майын құйып, қолымызбен ысқалап, 1 сағат, жарты сағатқа бетін жауып ашытып аламыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болғанынша, ішіне салынатын шұжықтарымызды осы видеодағындай пышақтың көмегімен аздап кесіп шығамын. Сонда пісіріп жатқан кезде шұжықтарымыз да толықтай пісетін болады. Міне шұжықтарымызды да дайындап алдық. Ал енді дайын болған қамырымызды қолымызды аздап майлаймыз да, дәл осылай видеодағындай бөліктерге бөліп шығамыз. Осындай дөңгелек пішінді етіп, барлығын бөліп шығамын. Осылайша дайындап алған қамырымыздың үстінен матаны жауып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Дайындалған қамырымыздың бөліктерін шетінен алып, дәл осылай қолымызбен жаямыз және шұжықты ортасынан салып, қолымыздың көмегімен осылай бекітіп шығамыз. Және қамырымыздың барлық бөлігін дәл осы видеодағындай дайындап шығамыз. Шұжығымызды қуырып жатқан кезде ортасы ашылып кетпес үшін дәл осы видеодағындай ортасынан бекітіп қамырымызды осылайша өріп қойсаңыздар да болады. Сонда қамырымыз бірігіп, әдемі болып шығады, ортасы ашылып кетпейді. Дәл осылайша шұжығымыздың барлығында қамырымызға түйіп шықтық. Ал енді оның үстін жауып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Және табамызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Және шетінен дәл осылай шұжықтарымызды салып, қорып, әдемілеп қызартып аламыз. Жасалу жолы ерекше дайындалатын шұжықтарымыздың қамыры дәл осылай томпақ болып көтеріліп піседі. Міне осылайша екінші бетін айналдырып, қызартып, әдемі етіп пісіріп аламыз.
Бірінші рет жасағаннан-ақ ойыңыздан шығатын сосиска в тестеміз дәл осылай дайындалады. Арасы жабыспайтын, шикі болмайтын, қамыры майлы емес тоқашымның рецептісімен сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Мен ұсынған тоқаштың дәл осылай жасалынатын видео рецептісі ұнаса, төменге пікір жазып, лайк баса кетіңіздер және Гүлнұр Ақберді каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!